Қор жинап таусылмайтын мол мұрадан, бабамыз қос шекті сәл бұраған. Тәттімбет, Құрманғазы, Дәулеткерей құт болып төгіледі домбырадан. Жүрсе де аш өмірдің дәмін татып, көрмеген тіршілікте мұңға батып. Нұрғиса, Шәмші, Әсет, Ескендірлер шалқытқан әуезді саз сырнайларын. Сарарқа сағым буған даламыздан нәр алып, жақұт маржан әр аңыздан, өнеге өшпес үшін қорқыт бабам боздатқан бозінгенді қылғобыздан. Шаңқай түс жас толысқан мезгілдейді, сәйгүлік шабандарды көзгілмейді. Қайраткер, өзі сазгер, өзі әнші, қанашын Қайырбайдың кім білмейді. Ардақты әкеміз Қанапия Қапашұлы 1952 жылы Қытай Халық Республикасындағы Қырық-Ошақ ауданында дүниеге келген. Жастайынан музыкаға әуес болған өнер иесі Ақжардағы Абай орта мектебін оқып жүрген кезінен бастап баян аспабын меңгерді. Орта мектепті аяқтап аудан орталығындағы мәдениет үйінде жұмыс атқарды. 1970-1974 жылдары Өскемен педагогикалық институтының музыка пәні факультетіне оқуға түсіп, өзінің музыкалық сауатын кәсіби түрде жетілдіреді. Оның музыкаға деген қабілетін ұстаздар қауымы өте жоғары бағалады. Сол жылдардан бастап өмірінің соңына дейін Ақжар саз мектебінің директоры қызметін атқарды. Сонымен сазгерлік өнерін үнемі бірге алып, шығармашылығымен ұштастырып жүрді. 1975 жылдары Өскемен музыкалық училищесін сырттай оқып, музыкалық сауатын ұштады. Нағыз кәсіпқойлық деңгейге жетіп, өнердің шыңына шықса да, күні бүгінге дейін талмай еңбек етіп, әдемі әндермен жерлестерін қуанта білді. Өнер саласы болсын, жоқ болмасын, өнер сүйетін қауымның өнерге деген құштарлығын жақсы білемін деуші еді көзі тірісінде. Әттең, ғұмырымның қысқа болатынын білгенде, жанып тұрған от едің ғой, алдына әлі талай жоспарлар құрып, әсемдікке жаны құмар асыл жан өмірінің соңына дейін өнерін бір сәт тастамай, құлаққа жағымды әдемі әуендер іздеумен болды. Кім білсін, әлі бірер жыл өмір сүргенде тағы да небір сұлу да көркем әндер өмірге келер ме еді. Бірақ әттең дегеннен басқа шара жоқ. Жарық дүние адамның қиялмайтын мекені. Неге адамның жас шағы жалт ете қап өтеді. Шын екен ау өмірдің тіпті шолақ екені. Бесікпенен табыттың аралығы екелі. Іске аспай қалды арманың, атпайды әппақ таңдарың. Зар илеп қалды ұлғызың, қайғырып қалды жан жарым. Жоқтығың енді сезіліп, мәңгіге кеттің көзіліп. Төрдегі тұр домбыраң, қос шегі үзіліп. Атпайды таңда күн батпай, шер болып шығар мұң жатпай. Құлаштан созып тартатын баяның тұр ғой үн қатпай. 1996 жылы Қазақстан Республикасының
білім беру ісінің үздігі белгісімен, 2002 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 10 жылдық медалі мен 2009 жылы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері белгісімен марапатталды. Әкеміз Тарбағатай ауданының мәдени дамуына зор үлес қосты. Ақжар мәдениет үйінің жанынан құрылған Достар даусы ерлер ансамбліне, халық хорына, халық ұлт аспаптар оркестріне басшылық жасап, өнер биігіне көтерілуіне септігін тигізді. Жаныңыз дайым жанатта болсын, жан әке. Жатқан жеріңіз жайлы шығар өзіңізге. Дұға бағыштап, басыңызға жиі барғым келіп тұрады. Барған сайын құлағыма жағымды әуен саз естіліп тұрады. Ақжардың аңқылдаған самал желіндей құлаққа жағымды сіздің қоңыр үніңіз бекен. Әкеміз ел құрметіне бөленіп, қасымызда қамқоршы болып жүргенде, ол мәңгі жасайтындай, бақиға сапар шекпейтіндей көрінуші еді. Ғұмыр келте, қамшының сабындай деген рас екен. Мынау лас қу заманнан жеркеніп, бақилыққа бетті бұрдың ертең ақ. Нұрғиса мен Шәмші әсет аққандай, өз атыңа өзің кеттің өртеніп. Тағдырыңа дос жарынды сын шығып, домбыраңнан ащы әуен мұң шығып, ерте өткен әрімжан мен есеттей, өз мұңыңа өзің кеттің тұншығып. Бос орын тұр сенің өнер тағыңда, сайрамайды енді бұлбұл бағыңда. Өкінішпен өттің мынау жалғаннан, қайран әке, тосып толар шағыңда. Амал бар ма? Амал бар ма ажал деген дауаға? Сол сұм ажал бізге деушең жауада. Айдынына қайтар олмасақ құдай, аспанға, аспан құшып сіңіп кеттің ауаға. 64-ке аяқ басқан шағыңда, түс ауғанда, кірпік қаспен қағымда, қош айтыспай жүре бердің үзіліп, айналдың да сағынышпен сағынға. Шабыт қысса, көзің білмей түнімен, жүруші едің ұзақ ойда күнімен. Әлі талай әуездәндер туар ет, жалғасатын ұрпақтардың үнімен. Қар орман елі сыйлаушы еді бұрындақ, жақын тартып жатушы еді ырымдап, аруанасынан ажырап қалған ботадай, жоқтайды боздап, шығысың сені шырылдап. Таралған елге шырқалып шырақ мол жырән, артыңда қалды ұрпаққа қажет сол мұраң. Іштегі шерін тарқат алмай саз сырнай, ызыңдап тұр ғой киелі қара домбыраң. Арғымақ аттай жал құйрығыңды күзетіп, сөрені кесіп өте шықтың ай дыз етіп. Қараңғы қабір жер бесігінде қамалып, қалдың ау әке, жамбастан жайсыз сыз өтіп. Армансыз жандар бұл жалғанда болмайды. Артыңда ұрпақ ізің қалмаса сол қайғы. Ғұмырыңда әке, ұлдарың менен қыздарың, немере, жиен, шөберелерің жалғайды. Қу тіршіліктің елесте болып қалғанын сездің бе әке? Бұл өмірдің де жалғанын. Жәннат пен жұмақ жайлы мекен боп жаныңа, қабіріңе жарық нұры жауса екен Алланың. Қабіріңе жарық нұры жауса екен Алланың.
сыйлап келіп отырғандарыңыздың өзі мен үшін үлкен мақтаныш, үлкен қуаныш. Мына қай-қайсыларыңыз болса да туыс деп жатамыз ғой, ел деп жатамыз. Қай-қайсыларыңыз болса да менің елімсіздер. Бәріңіз менің қарындасымсыздар, бәріңіз менің ағамсыздар. Іркісінде болып кеттік, Тарбағатайдың тумасы болғандықтан бәріміз ағайынды адамдармыз деп мен есептеймін. Ұрпағыңа қорған едің, қамал едің, тәнт еткен өнермен адам едің. Дос, туыстың көңілін қалтырмаған, уәдіңе сертіңе де адал едің. Елімнің үкілеген қанаш едің, өнер сүйген қауымның данасы едің. Жайлаған барқыт белмен маңырақты, қалың елдің дарабоз баласы едің. Қалың елдің дарабоз баласы едің.